Арма барша ас үй ханшайымдары. Бүгін сіздермен жаз мезгілінің аптап ыстығында шөлімізді қандырар, пайдалы, тойымды әрі табиғи ашымықтың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге сары жүгері және де арпа дәндерін алып, осылай жақсылап 4-5 қайтара суымыздың көмегімен тазалап жуып аламыз. Одан кейін қайнатуға арналған ыдысымызға осылай арпамызды және де жүгерімізді салып, оның үстіне керекті мөлшерде суымызды құйып, қайнатып алатын боламыз. Қайнаған дәндеріміздің осылай видеодағыдай көбігін алып тастауымыз керек, себебі көбігін алмасақ, ол суымызға араласып, дәмі бұзылатын болады. Ендігі кезекте осылай көбігін алып алғаннан кейін татымына қарай өз қалауларыңызша тұз сеуіп, тағы да 2 немесе 3 сағаттай дәніміздің езіліп піскенше қайнатып алатын боламыз. Міне, біздің қайнап әрі суыған дәнді көжеміз дайын болды. Енді осыған өз шамаларыңызға қарай айранды қоссаңыздар болады. Мен осылай 1 кесе айранды қосып, жақсылап араластырып, мұздатып аламыз. Егер рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.